Вот шындарыңызды айтыңыздаршы, осындай кукла сатып алатын ба едіңіздер? Бұл кукланың аты Чаки екен. Странно, бірақ осы куклалар сатылымға шыға салысымен адамдар таласып алып қойыпты. Не үшін? Вообще түсінбедім. Лабубуымыз қайда, сүйкімді ғой бұдан. Сәлем, сіздермен Диана екеу. Қастарыңызда ойыншық болса, лақтырып жібере салыңыздар. Өйткені әлемдегі ең сұмдық, қорқынышты деген ойыншықтарды көріп шок боласыздар. Сыбырлайтын кукла. Сыртынан қарап тұрсаңыздар, дым да қорқынышты емес болып көрінеді, е? Бірақ мына жібінен тартсаңыздар болды, кукла аузын қимылдатып, сыбырлап сөйлей бастайды. Типа секретін айтып тұрғандай болады екен. Мынау кукланың рекламасы, ужас, кино сияқты ғой. Енді кукланың қалай сыбырлайтынын көріңіздер. Бастан айыратын ойыншық. Ойбай, бұндайды тек кинодан көруші еді қой. Сөйтсем, бұрындары Францияда ойыншығы да болған екен. Қалаған кукла барма, басқасы барма, бастарын кесіп тастауға болады. Иә, кесетін жері өтірік емес, шын өткір пышақ. Алайда кейбір бұзық балдар қуыршақтың емес, тірі құс пен тышқандардың басынан айырып бастаған екен. Содан кейін ойыншықты сатылымнан алып тастады. Бөпе кукла. Мына кукланы шыны мен жаңа туылған бөпе деп ойлап қаласың ғой, я. Еще мынандай түрде оралып тұрады екен. Сатып алған соң сыртындағын кесесіздер, сонымен шынымен бөпе деп елестетіп ойнай бересіздер. Көбісі бұл куклаларды шын бөпе деп ойлап қалған екен. Дай, мен де солай ойлайтын едім. Унитаз. Сырты кәдімгі унитаз болып тұрғанымен, оны ашсаңыздар болды, нағыз кошмарға айналады. Еще ішінен тіл шығып тұр ғой. Бірақ бұл ойыншыққа ешкім запрет қоймаған, сонда да еш жерде сатылмай қойыпты. Зомби кукла. Зомбилер жайлы кинолар адамдар арасында хит болып кеткенде трендтен қалып қоймайын деп осы кукланы шығарған екен. Жерде осылай еңбектеп жүреді екен. Кішкентайлар түгілі үлкендердің жанын ұшырып жібереді ғой мына кукла. Ужас кино көргенді жақсы көрем, бірақ бұндай кукла сатып алмас едім. Тиктоктағы мына қызға қараңыздар. Өңшем қорқынышты ойыншықтарды жинайды екен. Бұл не? Ауру ма уже? Мына тиктоктағы видеоны көріп шошып қалмаңыздар. Аю монстр. Мына ужас ойыншықты не үшін олар ойлап тапқанын айтсам қазір таң қаласыздар. Ғашықтары күніне парочкалар бір-біріне сыйласын деген мақсатта ойлап тапқан екен. Өлә, бұндай аюды ғашықтарыңызға берсеңіздер сразу айырылысып кететін шығарсыздар. Тірі кукла. 2017 жылы осы видео интернетті жарып жіберді. Онда әйел кукланың әшейін қолынан ғана ұстап тұр, ал кукла өзі жүріп жатыр. Бірақ кукла тек өзінің хозяйкасымен ғана жүреді. Басқа біреулер қолынан ұстаса, қатып тұра береді. Көбісі бұны фейк деп жүріп, ал сіздер қалай ойлайсыздар? Бірақ интернеттен осы видеоны тауып алдымда денем түршігіп кетті. Капустка. 90-шы жылдары магазиндерде капустка атты кукла пайда болды. Оның ерекшелігі оған не берсең де жей береді. Қатты пластик болса да өзі тартып алып кетеді. Бірақ капустка тек заттарды ғана емес, балалардың саусақтарын да жей бастады. Тіпті шашты да. В общем, аузына не түседі, соны сорып кете береді екен. Ата-аналар жалоба жасаған соң кукланы сатылымнан алып тастады. Еметін кукла. Мынаны көргенде аузым жерге түсті өзде. Мамалары сияқты болғысы келетін кішкентай қыздарға осы сүт еметін кукланы шығарған екен. В общем, қыз бірінші арнайы киімді киіп алып емізе бастайды. Аузының қимылдап тұрғанын қарасаңыздаршы. Адамдар екі лагерге бөлінді. Біріншісі балаларға бұндай ойыншық болмайды десе, ал басқалары жап-жақсы ойыншық қой, бала емізу деген табиғи процесс деп жүрді. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Егер магазинде осындай ойыншық сатылып тұрса, алатын ба едіңіздер? Жылауық кукла. Хэллоуинге қарсы шыққан жылап жатқан кукла. Оны шығарғандағы негізгі мақсат адамдардың жанын ашыту болған екен. Бірақ ешкімнің де жаны ашмай, бәрі түрі жаман ғой деп қорқып жүрді. Кукланың дәу және қып-қызыл болып тұрған көздері, үлкен басы жаман көрінген екен. Содан кейін оны сатылымнан алып тастады. Қазір бұл кукла ең қымбат куклалардың бірі болып саналады, өйткені өте аз шыққан. Чота маған ұнап тұр бұл ойыншық.
Міне тағы да сондай жылайтын кукла. Бұл уже қазіргі замандағы Японияда шыққан кукла екен. Шприцпен су жібергенде көзінен осылай жас ағады екен. Адамдардың ойлап таппайтыны жоқ, Охо, ютубта жарып жатқан мына каналға қарасаңыздаршы, не бір жесткий пранктар, қандай қызық челлендждер. Ютубтағы ауылдан сәлем деген канал ешқандай трендті қалдырып қоймайды екен енді. Лабубу жайлы видеолар, брейнрот мемдер жайлы да бар екен. Игра в кальмара. Өзім видеоларын көріп отырып ішіне кіріп кеттім ғой. Сіздер де қызықтан қалып қоймаңыздар. Ютубтан ауылдан сәлем деп жазыңыздар, немесе описаниеде ссылка тұр, сомен де каналға өтсеңіздер болады. Жазылып алыңыздар, білем ғой, менің оқырмандарыма осындай қызық каналдар ұнайды ғой. Жауыз единорог. Мына ойыншықты балаларға арнап шығармаған деп ойлаймын. Өйткені просто мына единорогпен оның мүйізін қарасаңыздаршы. Тіпті басқа куклаларды да солай мүйізге кіргізуге болады. Сөйтсем, бұл сұмдықты шынымен балаларға деп шығарған екен. Ата-аналар жалоба жасай берген соң сатылымын тоқтатып тастады. Күлетін кукла. Бұл да 80-90 жылдардағы ескі куклалардың бірі. Балаларды қуанту үшін деп күлетін кукла пайда болды. Бірақ балалар қуанудың орнына қорқып жүрді. Өйткені кукланың күлген дауысы тура кинолардағы злодей күліп тұрған сияқты болады екен. Күлгені ғана емес, даже түрі де қорқынышты ғой. Енді мына екі куклаға қараңыздар. Ой-бой, қандай оймен шығарған, вообще түсінбедім. Мынау туып жатқан кукла. Балаларға бөбек қалай пайда болатынын көрсетеді делінген екен. Ал мына ойыншықты Хэллоуинге қарсы шығарған екен. Бірақ сонда да оны сатылымнан фишту деді. Ақыры куклалар жайлы айтып жатқанда бәріміз білетін Аннабельдің де историясын айта кетпесем болмайды ғой, дұрыс па? Аннабельдің оқиғасы 1970 жылдары басталған. Бір әйел өзінің Донни атты қызының туған күніне сыйлық алайыншы дейді. Сонымен дәл сол Аннабельді әр деңгейлер сатылып тұрған магазиннен алады. Донни мамасы берген кукланы көріп қатты қуанып кетеді. Өзінің кроватына қойып бірге ұйықтайтын болыпты. Басында бәрі жақсы болды. Бірақ кейін қыздар Аннабельдің өзімен өзі бір жерден басқа жерге тап болғанын байқап қалды. Кейін ойнайықшы деген запискалар да пайда бола бастады. Сөйтсе Донни тұрып жатқан үйде алдын Аннабель атты қыз қайтыс болып, үйге кукланың келгенін көріп, ішіне кіріп алуды жөн санапты. Солай қарғыс атқан кукла Аннабель пайда болған. Бірақ әрине бұл тек өсек қана. Мына кукланың ішінде шынымен елес бар ма, жоқ па, ешкім анық білмейді. Копилка. Детский копилкаларды негізі жақсы оймен шығарады. Балалар қазірден ақша жинап үйренсін деп. Көбінесе олар сүйкімді, әдемі болады. Бірақ мынау ақшаны жейтін копилка ше. Оның аузына тиын жақындатқанда тура шайнап жұтып жатқандай қимылдай бастайды. Ал көзінің қандай қорқынышты болып тұрғанын қарасаңыздаршы. Балаларға ақша жинау қызық болады деп шығарылған екен, бірақ сұмдық қой. Еңбектейтін бөпе. Қазіргі еңбектейтін бөпе куклалары осындай. Жаман болып тұрған ештеңесі жоқ. Бірақ мынау 1880 жылдары шыққан еңбектейтін кукла. Не үшін бұндай кукла десеңіздер, бөпелердің тез еңбектеп кетуіне көмектеседі делінген екен. Алайда ойыншық балаларға ұнамады. Олар қорқып жүрді. Бірақ шынымен де қорқынышты ғой. Буф, өзге ғаламшарлық ойыншық. Бұл ойыншық шыққанда атақты болды, бірақ көбісін қорқытты. Біріншіден түрі біртүрлі көрінеді. Екіншіден ауыздары жоқ. Үшіншіден үсті пушистыйда тек басы ғана бар. Оның еще мультигі де бар екен. Телепузиктерге ұқсайды екен, Қайсы ойыншық сізді қатты қорқытты? Комментарийге жаза кетіңіздер. Ал сіздермен болған Диана Кю. Келесі роликте кездескенше.